Саламатсыңдар ма? Бүгін 153-ші сабақты өтеміз. Бірінші тапсырма. Тікұшақ 2 сағатта 568 километр ұшты. Ал 1420 километрді ол уақытта қанша километр ұшып өтеді? Яғни екінші уақытты табуымыз қажет. Алдымен 1 сағатта қанша жылдамдықпен жүргенін тауып аламыз. Ол үшін жылдамдықтың формуласы V тең S бөлінген T. 568-ді 2-ге бөлеміз, 284. T2 S2 бөлінген V, яғни арақашықтықтың жылдамдыққа қатынасына тең. Сонда T2 тең болады 1420 бөлінген 284 тең 5. Есептің жауабы 1420 километрді ол 5 сағат ұшып өтеді. Екінші тапсырманы шығарайық. Мұнда тік бұрышты параллелепипед берілген. Мұнда бірінші, екінші және үшінші параллелепипедтің алдымен көлемі берілген, А қабырғасы және Б қабырғасы, енді С биіктігін табу қажет. Бізде жалпы формула В тең А көбейтілген Б көбейтілген С. Осы жерде мына С-ны табуымыз қажет. С-ны табу үшін көлемді бөлеміз А мен Б-ның көбейтіндісіне. Сонда есептің жауабы 60 болады екен. Екінші параллелепипедтің биіктігін табу үшін дәл сол формулаға саламыз. 360-ты бөлеміз, 8 бен 5-тің көбейтіндісіне 9 болады. Б тапсырмасында биіктікті табу қажет. 720 мыңды бөлеміз, 90 мен 50-дің көбейтіндісінде, сонда 160 шығады. Енді бізде мына кестеде берілген сұрақ белгісінің орнына міне есептеген 60, 9, 160 сан мәндерін қоясыңдар. Келесі тапсырманы шығарайық. Екінші тапсырмада есепті 2 тәсілмен шығар делінген. 2 кеме бір айлақтан бір уақытта бір-бірінен қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. 2 сағаттан кейін біреуі 52 километр, ал екіншісі 48 километр қашықтықта болды. 1 сағаттан кейін 2 кеме бірінен бірі қандай қашықтықта болды? Есепті шығаруының бірінші тәсілі. Алдымен 52-ні 2-ге бөлеміз, 26. 48-ді 2-ге бөлеміз, 24. Яғни әрқайсысын жеке-жеке анықтап алдық. Енді 26-ға 24-ті қосамыз, сонда 50 километр болады. Есепті шығарудың екінші тәсілі. Алдымен 2 арақашықтықты қосып аламыз дағаны, оған кетірген уақыт 2 сағатты бөлеміз. Сонда 1 сағаттан кейін 2 кеме бір-бірінен қандай қашықтықта болғанын анықтадық. Есептің жауабы 50 километр. Төртінші тапсырманы шығарайық. Алдымен есептің берілгенін жазып аламыз. Автосаяхатшылар бірінші күні 70 километр бөлінген сағат жылдамдықпен 5 сағат жүреді. Ал екінші күні 65 километр бөлінген сағатпен бірнеше сағат жүреді. Олардың жалпы арақашықтығы 870 километрге тең болса, екінші күні қанша уақыт жол жүргенін анықта делінген. Міне, алдымен былай теңдеуімізді құрып аламыз. 70-ті 5-ке көбейтеміз, 350, қосылған 65 көбейтілген x тең 870 болады. 65 көбейтілген x-ті жазып аламыз, 870-тен азайтамыз 350-ді. Сонда 520-ға тең болады. Енді x тең 65 теңдіктің мына бетіне бөлу болып өтеді дағаны, 520-ны 65-ке бөлсек 8 болады. 8, мұнда x-тің орнын алып барып тексереміз, сонда 870 тең 870 теңдеуіміз дұрыс шықты. Есептің жауабы автосаяхатшылар екінші күні 8 сағат жүрді. Келесі 5-ші тапсырманы шығарайық. Мұнда параллелепипедтің фигурасы берілген. Енді осының көлемі мен мына жасыл және қызыл бөлшектерінің қосындысы, көлемдерінің қосындысы тең ба, соны анықтаймыз. Мінекей, алдымен берілген А, Б, С мәндерін жазып аламыз. Оның көлемін табу үшін 8-ді 9-ға, оны 5-ке көбейтеміз. Сонда 360 сантиметр куб. Бұл мына берілген параллелепипедтің көлемі екен. Енді келесі мына жасылдың, одан кейін қызғылттың көлемін табамыз. Берілгенін жазып алдық. Жасыл, міне В жасыл көлемі 280-ге тең,
В қызғылт көлемі 80 см кубқа тең. Енді осы екеуінің қосындысы 360-қа тең. Енді бізден сұрап тұр. Мына жалпы көлем мен екі бөлшектің көлемдерінің қосындысы тең ба деп. 360-та 360 ол бір-біріне тең. Сонда есептің жауабы мына фигураның көлемі мен мына екі бөліктің көлемдерінің қосындысы тең болады. Есеп шықты. Бүгінгі өзіңді тексер тапсырмасын шығарып біттік. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.